Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен пияз нанның рецебімен бөлісемін. Піскен сәтті ыстық күйінде желініп кетеді, жасалуы өте оңай. Ең бірінші жылы суға тұз, ашытқы салып араластырып аламыз. Ұнды мен алдын ала елегіштен өткізіп дайындап алдым. Міндетті түрде елегіштен өткізіңіздер және суымызды осыған құйып шамалы араластырып жібереміз. Осының үстінен сұйық майымызды құямыз. Сосын қолмен қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болады. Егер де қолға жабысып жатса, тағы да шамалы ұн салып араластырып жіберуге болады. Қамырды ашытып қажеті жоқ, 10-15 минутқа қойып алсаңыздар болады. Бетін жауып, салмасын дайындағанша қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Салмасына менде көк жуа, егер сіздер оны ұнатпайтын болсаңыздар, күнделікті қолданып жүрген дөңгелек жуаларды, пияздарды қолдана берсеңіздер болады. Және тұз, бұрыш сеуіп жерсеңіздер болады салмасына. Ал осы енді нанды екіге бөліп аламыз. Осы рецепт бойынша менде 2 пияз нан шықты. Біріншісін алып, шамалап ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жаямыз. Жұқа ағып жайсаңыздар тәттірек болады. Қаншалықты жұқа, соншалықты тәтті болады. Осының үстінен мен майды ертіп жақтым. Үстінен салмасын саламыз. Және қамырды осылай тура ортасынан 2-ге бөліп алсақ, сонда қатты қалың болып бітпей, жақсы шығады. Егер де бәрін бірдей орап шықсаңыздар, наныңыз қалың болып кетеді. Осылай орап шығамыз әдемілеп. Екіншісінде орап алып, пісіретін формамызға осылай видеода көрсетілгендей орап, дөңгелек етіп орналастырамыз. Және қолмен үстінен осылай басып жібереміз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, кунжут сеуіп жерсеңіздер болады. Қызып тұрған 220 градустық пеште беті қып-қызыл болып қызарғанша пісіреміз. Пияз нандарымыз пісті. Видеодан лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.